Әсет, негізі бар ғой, әйел алғаннан кейін әйеліңнің 4 килограмм алтыны болу керек. Короче, сен 4 килограмм алтын әперуің керек екенсің маған. Алтындарың бар емес па? Қайдағы 4 килограмм алтын? Бұл 4 килограмм алтын неге керек деп сұрасай, мысалға, вдруг еркек басқа жаққа кетіп қалады ғой, мысалға, семьясын тастап кетіп қалуы мүмкін. Вдруг деп жатырмын да, вдруг. Сол кезде әйел сол 4 килограммдық алтынмен бала шағасын асырай алатындай болу керек екен. Не айтып тұрсың сен, не айтып тұрсың? Жаным ау, мен сендерді тастамаймын ғой ешқашан. Мәңгі бақи қастарыңда жүремін ғой. Ондай жаман сөз айтпа. Қош, бір алтын әпермеу үшін айта берем. Жанау деп өтірік. Қош. Бір басқа бір жолы бар шығар енді. Айлығыңды көріп отырсың өзің. Бар ғой жолы. Махаббат общенің бар ғой, алтын мықты бизнес деген сабақ болады. Онлайн болса онлайн, офлайн болса офлайн қатысып, үйде отыра берем ба, өйстіп, с нуля бастап өзім жинайыншы алтынды. Болды, әперем. Бұны оқитын қатын болса да енді.